Абидинова, Пікірмедиа. Қайырлы күн, Жасұлан Хасенұлы, сіздің бір сағатқа созылған ұзын сонар баяндамаңыздан азаматтардың жеке мәліметті қорғау туралы бір ауыз сөз естімедік. Жалпы цифрлық даму министрлігі қазақстандықтардың жеке мәліметін қорғай алмай отырсыздар. Осы жылдың ішінде 16 миллион адамның жеке деректері жарияланып кетті. Бұл жеке ақпараттың қауіпсіздігіне қатысты үлкен алаңдаушылық туғызып отыр. Бұл оқиға елдегі цифрлық инфрақұрылымның әлсіз тұстарын көрсетіп отыр деп санамайсыз ба? Және кейбір банктерге сіздің министрліктің қызметкерлері азаматтардың жеке деректерін сатқан, қанша адамның дерегі сатылды, жаңа сатқан адамдар жауапқа тартылды ма? Сосын мүмкін болса мемлекеттік тілде жауап беріңізші, әйтпесе бісмілләңіз орысша басталып, орысша аяқталды. Үшін рахмет. Мен киберқауіпсіздік мәселе бойынша мен атап кеттім. Бізде бірнеше заңнамалық өзгерістерді біз енгіздік. Мен айтқандай биометриялық технологиялық біз жеке мәлімет алу үшін осындай система кіру үшін осындай биометрикалық технологияларды оны қазір енгіздік. Басқа да айыппұл мәселелері қарастырылды, оларды да ұлғайттық. Ал осы 16 миллион деректер бойынша менің вице-министрім баяндама береді. Сұрағыңызға рахмет. Шынымен де осы жылы 16 миллион туралы ақпарат болды, бірақ біз ол тексерістің барысында ол ақпараттар 2020 жылдары ғана ағып кеткені анықталды. Ол жерде тағы да қалай ағып кеткені анықталды. Сол жерге кіруге рұқсаты бар адамдардың компьютерлерін немесе солардың учеткаларын, логин парольдарын ұрлап, солар арқылы бүкіл жүйедегі ақпараттардың бәрін солай алып шықты. Кім ұрлаған? Оны қазір біз құзыретті органдарға оның ақпараттың бәрі берілді. Ол жерде қылмыстық іс жүріп жатыр. Ол біткеннен кейін барып оның бәрі жауап берілетін болады. Сіздің министрлік қызметкерлері бұл жерде қатысы бар, е? Қалай? Жаңа ақпаратты ұрлап шығарып берген банк. Жоқ. Қараңыз, заңға сәйкес әр ақпараттық жүйенің өзінің иесі болады. Біз регулятормыз бұл жерде. Сол ақпараттық жүйенің иелері өздері жауапты. Біздің заңда ақпараттық қауіпсіздікке талаптардың бәрі жазылған. Солардың бәрі орындау керек. Біздің жұмысымыз талаптарды жазу және олардың орындауын қадағалау немесе тексеру барысында соның бәрін қарау. Сондықтан олар өздері жауапты және сол ақпараттық қауіпсіздік талаптарын орындамағанда сондай мәселелер болуы мүмкін. Бірақ бұл жердегі жаңа 16 миллион туралы логин пароль алып кеткен ғой. Бұған дейін биометриялық анықтау, аутентификация болмаған. Сондықтан сол логин парольді басқа қызметкерлер де қолдана білген. Сондықтан сол болмау үшін әр адам өз логин пароліне жауапты болу үшін біз осы желтоқсан айында биометрияны 100 мың деректен асқан ақпараттық жүйелерге биометрияны міндетті түрде қостық соны. Жаңағы цифрлық даму министрлігінің қызметкерлері өткен жылы бірнеше ақпаратты банктерге сатқан деген ақпарат сіздер өздеріңізден шықты. Сол анықталды ма? Ондай ақпарат біз берген жоқпыз, болған жоқпыз. Біздің біліміміз бойынша осы саладағы бір эксперттердің айтқан сөздері. Ондай ақпарат болса, ол кісілер тиісті ақпаратты құзырлы органдарға беру керек. Сол жерде қылмыстық іс қосылып, соның бәрі тексеріледі. Бірақ әр компанияда өзінің ішіндегі адамдар болады. Әрине олар жаңа ақпаратқа қолдары жетімді. Ол жердегі адамдар ақпаратты ұрласа, ол бірақ ішкі комплайнстың сұрағы деп есептейміз. Жақсы, министр мырза, осындай жағдайлар енді орын алмау үшін, мысалы қаншама адам қазір алаяқтарға алданып, миллиондаған шығынға батып отыр. Құқық қорғау органдары олардың мәселесін шешіп жатқан жоқ. Енді осындай жағдайлар орын алмау үшін қазір бізге жасанды интеллект кіріп жатыр. Осының қауіпсіздігін күшейту үшін қандай шара қолданып жатсыздар? Қысқа нұсқа жауап беріңіз. Біз қазіргі таңда заңнамалық өзгерістерді енгізіп жатырмыз. Оны осы ақпаратты сізге жіберейік, детально ақпарат. Қазір білмейсіздер ма? Білеміз.
жоқ, бізде көп шаралар енгізіледі, сондықтан бөлек ақпаратты сізге жібереміз.